Қайырлы күн барлықтарыңызға, сәлеметсіздер ме? Бүгін өзімнің әжемнің туған күні. Қазақстандағы ең хит әжелердің бірі. Сол кісінің туған күні. Сол кісінің туған күніне деп мен бүгін осындай керемет гүл-шоқтарымен Дубайға осындай путевканы сыйлайтын боламыз. Кеттік ендеше бірге табыстап реакциясын көрейік. Бірақтан бірден айтып қояйын, ол кісі негізі примерно білет баратын. Бірақ сонда да осылай көпшіліктің алдында күшті қылып тапсырып реакциясын көретін боламыз. Кеттік. Мына жақта мен өзім мамам бар. Осы менің анашым. Көбісі ойлайды, мен әжесі екеуі ғана тұрады деп. Жоқ, олай емес. Папам да бар, мамам да бар, әжем де бар. Сонымен барлығымыз бірге тұрамыз. Кеттік бірге путевканы табыстайтын боламыз. Кеттік. Баршаларыңызды көктемнің алғашқы мерекесімен құттықтаймын. Алғыс күні құтты болсын. Кеттік. Мына путевка. Әже Дубайда болады, елестетіңіздерші. Вообще кайф. Кто бұл? Мама. Бабуля. С днем рождения. Туған күніңіз құтты болсын. Рахмет. Гүл, өзіңмен бірдей екен Гүл. Дубайға путевка сізге. Рахмет, рахмет. Білет та просто баратын. Дәл бұлай келеді деп ойлаған жоқ па? Дәй, бұлай келеді деп ойлаған жоқ. Жағынан сол. Неге Меккеге апармайсың деп жазады ғой ертең ше. Меккеге де апарам ала берсе. Апарам ғой, ертең мамамда. Ең бірінші қалауы осы Дубайды көріп қайту болды. Дубайда барып қайтайық, Алла қаласа. Сондықтан осы арманын орындауға немересі үлес қосып жатыр. Сен барып келгеніңізге тілектеспіз. Рахмет, сендердің болғаныңа рахмет, жандарым. Менің жасымды берсін, бақытты болыңдар, өмірлі болыңдар, бай қуатты болыңдар. Аумин. 9 наурыз сол жақта боламыз. Мен мына жерге Инстаграм парақшам қалдырамын. Историяны қарап отырыңыздар. Ой, баратын білмегендер сияқты. Ар жағына апа қойып тұрған. Шынымен барам ба? Ойбай.